Бұл оралдық Надежда Гурскаяның фирмасы. Надежда осыдан 2 жыл бұрын Ақжайық атырабына солтүстік бұғыларын алып келеді. Бұғыларды Сібірден әкелген. Басында тек Буран мен Север есімді бұғыларды әкеліпті. Кейін олардың төлі қосылып, саны 3-ге жеткен. С детства, конечно, очень сильно люблю животных. Мен бұрын қызметтік иттер өсірдім. Жануарларды бала күнімнен жақсы көремін. Кейін Оралда жоқ ерекше жануар өсіргім келді. Ойлана келе нағыз ертегідегідей Сібір бұғысын өсірем деп шештім. Бұларды солтүстік Сібірден әкелдім. Бұғы өте нәзік жануар. Олар өте мейірімді болады. Әсіресе балалар үшін нағыз терапия беретін таңғажайып жануар. Жануарларға деген ерекше махаббаттың нәтижесінде осы Северная сказка фирмасы ашылып отыр. Бұл жерде түрлі тұқымдағы қояндар, бұғы, хаски мен пони бар. Вот держу сейчас я на ручках, это порода Калифорния. Этим крольчатам 2 месяца. Вот, у них вот в дальнейшем будут коричневые ушки, коричневый носик, вот будут вот такие же красавцы. Надежда Гурскаяның мамандығы кинолог. Бұрын қызметтік иттермен жұмыс істеген. Үйде де өте көп итім болды дейді біздің кейіпкеріміз. Осы пониді Ресейдің Тольятти қаласынан әкелген. Ал бұғылар Сібірден әкелінсе, қояндар жергілікті. Надежда осының бәрін өз қаражатына жасап отырғанын айтады. Наши сибирские хаски, настоящие сибирские хаски. Бұл хаски тұқымдас иттер, бұлар өте мейірімді болады. Күніне 2 мәрте тамақтандырамыз. Бұл иттер бәрін сезеді, сезімтал. Ресейдің Тольятти қаласынан алдық. Басында тек біреуін әкелдік, кейін өздері көбейді. Бұлар фотоға жақсы түседі. Адамдарға әбден үйренген. Северная сказка фирмасын ашудағы мақсат Оралға көптеп турист тарту дейді Надежда. Біздің кейіпкеріміздің бұл арманы орындалып келеді. Жаз айларында Астана, Алматыдан арнайы келетін қонақтар болады дейді. Олардың бәрі Сібір бұғысын көруге келеді екен. Себебі Сібір бұғысы тек Оралда ғана бар дейді Надежда. К нам приезжают и с маленькими детками сюда. Алдағы уақытта тағы да бұғылар сатып алғым келеді. Балалар үйінен, мүгедектер үйінен балалар келеді. Олардан ешқандай ақша алмаймын. Мен адамдарға пайдалы болғым келеді. Тіпті туған жерім Оралдың өзінде жоқ дүниені жасағым келді. Сол үшін де Сібір бұғысына келдік. Армандарыма қарай қадам басып келемін. Орал қаласында алғашқы болып Сібір бұғысын өсіріп отырған Надежда алдағы уақытта бұғылардың санын көбейтіп, басқа да ерекше жануарлар әкелгісі келетінін айтты. Жанат Көшкінбай, Батыр Жамилев, Жайық пресс ақпарат агенттігі.